күнделікті көріп, қолданып жүрген заттарымызға негізі онша мән бере бермейміз, бірақ андай асып кеткен, мия ашып қалған қиялдар бар да, сондай біз мән бермейтін обычный заттардың өзін өз алдына құртып тастайтын. Мысалы, мынау не енді, не бұл? Әлде де бұл ерунда. Сәлеміздер, мен Диана екеу, о боже деп отыруға дайын бола беріңіздер. Өйткені адамдар ойлап тапқан ең, былайша айтқанда, тупой заттарды көрсетіп шығамын. Ең сұмдық заттарымызға өтпей жатып қарсы алыңыздар. Шынымен қолдан жасалған, мына ужас торт. Асхатовичтер каналы шынымен мына тортты өз қолдарымен жасаған, қалай десеңіздерші, Одан бөлек әлі ешкім ойнап көрмеген ойындарды да ойнапты. Мысалы, Орео печеньесін сіздер аджикаға батырып жейтін бедіңіздер, ал Асхатовичтер жеп көрді. Қалай болды екен енді ола? В общем, бұлай қызық ойындарды ұйымдастырып салып отыратын каналды көрмеппін. YouTube'қа Асхатовичтер деп жазып, сіздер де жазылып алыңыздар, немесе жағдайларыңызды өзім жасап, каналдың ссылкасын описаниеде және комментарийде қалдырдым. Сол арқылы өте беріңіздер. Гарантирую, өте қызық канал. Автокресло. Әрине, бұл затты біздің Қазақстанда көп ата-аналар қолдана бермейді, бірақ кейбір елдерде егер міне менде балаға арналған автокресло бар деп көрсетпесең, жаңа туылған балаңды роддомнан шығармайды екен. Сол детский автокреслоға балаларды отырғызып қою негізі әжептәуір қиын. Бір күні өзін қатты ақылды сезініп кеткен адам балалар креслода жыламай отырсыншы деп принцессаның суретін салып қояды. Қарсы ештеңем жоқ, негізі жап-жақсақ идея, алайда балалар вечно кішкентай болып жүре бермейді ғой, дұрыс па? Бойлары өседі дегендей. Кейін креслоны да ұзарту қажет болады. Енді принцессаның мойнына қарасаңыздаршы, принцесса емес, жирафты сызғанда әдемі кететін еді, Егер осыған айбүй деп өтсаңыздар, онда мына салфетка алғышқа қалай қарайсыздар? Человек-паук қолынан емес, ана жерінен торт шығарады деп ойламаппын. Бірақ почти бәріңіз білмейтін фактты айтайын. Шын өмірдегі бәріміз көріп жүрген тірі өрмекшілер торын артынан шығарады, кинодағы сияқты қолынан емес. Сонда мына салфетка алғыш дұрыс жасалған болып тұр ғой де. Мақұл, Человек-паукты қойыңыздаршы, 70-ші жылдары адамдардың арасында чудо женщина персонажы қатты атақты болып еді. Ғашық болған фанаттар әртүрлі нәрселер ойлап тауып сата бастады. Мысалы, мына қайшы. Жабылып өзімен өзі тұрғанда бәрі жақсы көрінеді, алайда қайшыны ашсақ болды, біртүрлі көрінеді ғой, Больница. Мойындаңыздаршы, прям бәріңіз больницаға барып, врачқа көрінуді, әсіресе укол салуды жек көресіздер ғой, Сол үшін көптеген ауруханаларда қазір кіргеннен балалар қорқып жыламасын деп дуалдарға әртүрлі мультик болсын суреттер сызып қояды. Солардың арасынан именно мынауы туралы айтқым кеп тұр. Ештеңені естеріңізге салмаймын. Типа балалар ля деп ойнап жүріп қорықпай врачтың алдына кіріп кетсін деген ниетте жасаған. Бірақшы тура біреу өлі денені сүйреп содан аққан қан сияқты көрінеді емес па? Хотя бы сары түске бояу керек еді да, шынымен дегендер дәл қазір лайкты шпақ деп баса салыңыздар. Басқан болсаңыздар, онда ары қарай айбүй мынау не дегенімізді жалғастыра берейік. Астынан ағып тұрған шай. Әсіресе үлкендер азаннан кешке дейін шай ішіп отыра береді, келін шай деп. Бірақ мынандай сеткадан шайды ешкім ішпейтін еді, қандай дәмді болса да. Қарасаңыздаршы, тура утканың қарнынан қан ағып тұрғандай көрінеді емес па? Қара шай емес, оған көк шайды салып көру керек сияқты. Қандай болады екен деп ChatGPT-ден сұрасам, мынандай фото жіберді. Енді сәл норм, әлде ондай емес па? Жұмыртқа. Біздің почти күнде сатып алып жүрген жұмыртқаларымыз осы. Кейде сразу бір лотогын аламыз, кейде 10 штук, кейде 1-2. Енді Қытайда шикі 10 штук жұмыртқаны сыртындағы қабығысыз сатады десем не дейсіздер? Қорып жеу үшін қалай ішіне қолыңды тығып 2 жұмыртқа аламыз сонда? Айналайын кәдімгі бұлай етіп сата берсеңдерші, өздеріңді қинамай. Магазин демекші, көптеген супермаркеттерде байқасаңыздар, бір компанияның заттарының түрі, яғни сырты ұқсас болып тұрады. Егер олардың бәрі сүт заттар, жейтін зат болса, қарсы айтатын ештеңем жоқ. Алайда
мынау не енді? Сырты бірдей болып тұрғанымен біреуі таракан өлтіретін у болса, екіншісі тамақ пісіретін май. Біреу барып майдың орнына тараканның дәрісін алып қойып, онымен үйге келіп тамақ істеп алып, талып жатса бәле ғой, Құдай сақтасын. Екеуі де болмаса хотя бы біреуі сыртын өзгерткен шығар деп үміттенеміз енді. Баспалдақ. Көбіңізде лестницадан түсіп жатып немесе шығып жатып аяқ тайып, или болмаса шалынып құлағандар болған шығар. Бірақ мына лестницадан енді қанша мұқият болсаң да оңбай құлайсың ау. Бір баспалдақтың қайдан бітіп, екіншісі қайдан басталатынын білу мүмкін емес қой. Айналайын лифт болса лифтпен түсе салам, или бірден төменге қарай секіре салам ау. Құлап ойраңдап жүргенше. Кукла. Әлемде миллион түрлі куклалар бар. Әрине арасынан Аннабель сияқты қорқыныштылары да бар. Бірақ Аннабель сонша қорқынышты болғанымен, мына кукла сияқты жиіркенішті емес еді ше. Бұны типа балалар қырынып үйренсін деген мақсатта шығарған екен. Туф, бірнеше сұрағым бар. Біріншіден, балалар қырынбайды ғой. Екіншіден, қандай ақымақ кішкентай балам қырынып үйренсін деп қолына өткір алмас немесе бритва беріп қояды. Бақытқа орай бұл кукланы сатуға рұқсат берілмейді. 1995 жылы пайда болған екен. Қазір интернет-магазиндерде сатыла ма, жоқ па, білмеймін. Раковина. Өз басым ваннадағы раковинадағы дақтарды, кірді, ненавижу. Біреу мұрнын сіңгіріп тазаламай кетсе, вообще қаным қарайып кетеді. Енді осы раковинаға қараңыздаршы. Вроде качественный мрамордан жасалған, но көрінісі кір болып көрінеді емес па? Менің көзіме лайма бірдеңе жағылып кеткендей болып тұр. Осы раковинаны жасаған адам дәл осы көйлекті де жасаған екен. Артынан қарағанда неге ұқсайтынын мен түсіндіріп отырмасам да бәрі анық қой. Суреттегі қыз қалай адамдардан қысылмай киіп жүрді екен деймді. Пышақ. Жігіттер, қазір сіздерге ұнайтын затты көрсетем. Ол карманный пышақ. Яғни қалтаға салып, алып жүре беретін пышақ. Алайда барлығы біз білетіндей удобный емес екен. Мысалы, дәл осы пышақ. Осы біреу ақтың ішінде 87 түрлі пышағы бар. Еще салмағы почти 2 килоға жақын. Қалтаңда 2 килолық зат болса, шалбарың түсіп кете беретін шығар. Ерекше бокал. Қазір не бір басқаша ерекше бокалдар бар я, қаншама әртүрлі суреттермен, немесе формалармен. Мына сүйкімді мұшықтың құлақтары бар бокалға қараңыздаршы. Алайда кофе былай тұрсын, бұл бокалмен су да іше алмайсыздар, өйткені мұшықтың құлақтары көзге кіріп тұратын болады. Но сонда да бокал сүйкімді ғой. Егер бұл онша емес болса, онда мына бокалға қалай қарайсыздар? Кәдімгі домалақ ұстағыштың орнында адамның саусақтарын жасап қойған. Типа бокалды ұстағанда біреумен қол ұстасқандай болыңыздаршы деген мақсатта. Тек су ішетін болсақ түсінемді, алайда ыстық шай немесе кофе ішсекші, қол ұстасқандай боламыз деп қолымыз күйіп қалады емес па? Мейлі бұны да қойыңыздаршы. Ең бір түрлі ақылға сыйымсыз чашка деген атқа дәл осы лайық сияқты. Крышкасында ерін және мұрын бар. Ішетін тесігі де тура ерінде орналасқан. Кофе ішіп жатқанда біреуді сүйіп жатқандай болыңыздар деген мақсатта жасалған екен. Не? Сондай да бола ма не? Не бір қиялдар бар я негізі. Орындық. Аяқтарыңыздың ауырғаны сонша, өлі отыратын жер болса болды, любой жерде отыра берем деген кездеріңіз болған ба? Аяқтарыңыз қанша қақсап тұрса да, бірақ мынандай орындыққа отыра алмайсыздар ау. Бұл орындық, алайда үшкір қарандаштармен жасалған. Сіздерге осының өзі қорқынышты болып көрініп тұрса, бұл орындықтың наборы бар атак. Стол, стул және чемодан. Қой, жоламайын бұндайға деп ойлап отырғандар, енді мына түріне не дейсіздер? Алдыңғысы әлі қарандаш еді, ал бұл толықтай шегелерден жасалған. Мейлі бұл орындықтар музейде тұрған шығар, ешкім отырмайтын шығар, бірақ кім кактус диванда отырады, айтыңыздаршы. Бір қуаныштысы, бұл өтірік фото болып шықты. Туалетная бумага.
Кейде бір жерге қонаққа ма барып туалетке кіргенде қағаз алыста тұрып қолымыз жетпей тұрса жаман, иә. Сол үшін уағында мынандай бір түрлі унитаз пайда болған еді. Тура отыратын жерінде бумага дайын тұрады. Былай отырғанда ыңғайсыз емес па? Ең ужас туалет қайсы десе дәл осыны айта алам. Адамдар ұялмай отырсын деп стеклоны бұлыңғыр қылып қойғанға дейін. Сонда да отырған адам көрініп тұр ғой. Қазір жасанды интеллект деген жақсы болды. Терка, бумага деген сияқтыларды шығарып жатыр әйтеуір. Бірақ мына видеоны көріп вообще в шоке болдым ғой. Шынымен де адамдардың ойына келмейтіні жоқ. Жабысқақ ойыншық. 2021 жылдары шетелдерде Панченсо атты ойыншық атақты болды. Бір-біріне жабысып қалатын домалақ бірдеңелер в общем. Тура құрастырмақ сияқты, алайда Панченсо слишком жабысқақ, любой нәрсеге жабыса береді. Ойыншықтың коробкасында шашқа жақындатпаңыздар деп жазылып тұр. Алайда балалар оны оқып отыра ма? Бұл бейшара қыз ойыншықты ашып ойнап бастағанына енді жарты сағат па болып еді, шашына сұмдық жабысып қалған ғой. 150-ден көп липучкалар жабысып қала салған. Бәрін алып тастау үшін 20 минут емес, 2 сағат емес, 20 сағат кеткен екен. Жаным жылап тұрғанай. Балалар былай тұрсын, даже үлкендердің де шаштарына жабысып қалып жатады. Ойыншық демекші, егер ана қыз сияқты қиналғым келмейді дегендер, әшейін аюмен ойнаңыздар. И все. Мысалы, ути-пути мына аюмен ойнасаңыздар болады. Алайда қазір мен сияқты сіздер де шок боласыздар. Аюдың свитерін алып тастасақ, спичка аюға айнала салады. Екі ұзын аяқ басқа жабысып қала салған. Мысалы, осы мультик сияқты ма? Миньоны. Қалай гадкий мультик шығып бәрі миньондарды көрді. Солай олардың бүкіл әлемге хит болғаны сонша. Олардың кейпінде миллион заттар пайда бола бастады. Көбісі күлкілі әрі сүйкімді болса, ал мынау не енді? Бұл ұлдарға арналған шампунь екен. Құлпынайдың иісі шығып тұратын болған соң, естественно, шампунның түсі де қызыл болады емес па? Сырты бұзылып немесе тесіліп қалған соң, байғұс миньонның көзінен қан ағып тұрғандай көрініп қалыпты. Ой! Горка. Қалай ойлайсыздар, мына қызыл горка опасный ма? В общем, видеоның өзін көре салсаңыздаршы. Кім қандай оймен құрастырғанын бір Құдай білсін енді. Ал біздің тісіміз түссе бұрындары әшекей жасап жүрген. Түсіп қалған тістерден. Алайда астында тістері бар аяқ киімді кім ойлап тапты екен, еще қызыл түсі де бар, туфли де бар. Адидасқа не бар десеңіздерші осы стильді көшіріп. Бір жүгіріп келсек болды, тістердің бәрі түсіп қалатын шығар. Вилка, қасық. Бұл семіз вилканы кім ойлап тауып жасап шығарды екен деймді. Не жей аламыз бұл вилкамен өзі? Бірдеңені ілуге бола ма? Бұл онша болмаса мынау ше онда. Вилка, қасық 2 в 1 болып тұр. Не сорпа іше алмасаң, не вилкамен іліп тамақ жей алмасаң. Не үшін жасаған бұны өзі? Одан басқалары да бар. Таптым, не мақсатта жасаған. Толық, яғни томпақ, семіз, азғысы келетін адамдардың аппетиттерін қашыру үшін екен. Ал қайсы зат сіздерге прям бір түрлі болып көрінді? Комментарийде өз ойларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Әрине видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Ал сіздермен болған Диана Q. Келесі роликте кездескенше.